көрсетіп, жақсылықта жаса қолдан келгейсер, біле білген өзің үшін ол жеңіс. 28 қазан қамқоршылар күніне орай өткен мерекелік шара квест ойыны негізінде ұйымдастырылды. Қызыққа толы жарыс 4 кезеңнен тұрды. Бұл ойынның ерекшелігі сол, жүрегі жаралы жасөспірімдер қамқоршыларымен бірге шараға атсалысылды. Сегодня мы в нашей школе проводим День опекуна. Бүгін біз мектепте қамқоршылар күніне орай мерекелік шара ұйымдастырдық. Біз айтулы күнді жыл сайын дәстүрлі түрде атап өтеміз. Осы жылы қызықты болсын деген оймен квест ойынын ұйымдастырдық. Бұл ойын қазіргі таңда жастар арасында өте танымал. Ойынға балалар өз қамқоршыларымен бірге қатыса алады. Квест ойынының 4 кезеңі елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасының аясында таңдалып алынған. Ол кезеңдерде қамқоршылар мен балғындар әртүрлі викториналық сұрақтарға жауап беріп, еліміздің тарихымен танысу мүмкіндігіне ие болды. Но, к сожалению, не все могли прийти сегодня. Кто-то работает, кто-то занят. Өкінішке қарай барлық қамқоршылар мерекеге келе алмады. Осындай шараларда үнемі бой көрсететін 10 отбасы бар. Біз осындай үлкен жауапкершілікті өз мойындарына алып, батылдық танытқан барлық ата-аналарға алғыс айтамыз. Өмір тауқыметін ерте тартқан баланың күтімі қамқоршыдан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ниязова Гүлнара бұл міндетті мінсіз атқаруда. Бүгінде Гүлнара өзінің Марсель есімді немересін өз қамқорлығына алған. Жүрегінің мейірімін жетімдерге арнаған жандар үшін балғындардың қуанышы мен күлкісінен артық байлық жоқ дейді ол. Мы почувствовали себя как дети. Бүгінгі мерекелік шарада өзімізді құдды бір баладай сезіндік. Балалармен бірге жүгірдік, ойнадық, сұрақтарға жауап бердік. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Мұндай шаралар жиі өткізіліп тұрса деймін. Қамқоршы күні елімізде 2009 жылдан қазан айының соңында тойланады. Мақсат қамқоршылар мен қорғаншыларды мадақтау, патронаттағы бүлдіршіндерді, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасы үлгісінде тәрбиелеуді насихаттау.